Ақиқат біреу ғана, ал қалғаны адасу. Дағыстанда никап деп аталатын киім түріне тыйым салынуы мүмкін. Бұл туралы ел мүфтиі Ахмет Абдуллаев мәлім етті. Ол Махачкалада тұрғындармен кездесуінде таяу күндері республикада бұл киімге тыйым салатын пәтуа шығатынын айтты. Оның сөзінше бұл мәселені Ресейде талқылаудан қашқақтайтындар бар. Біз никапқа тыйым салу туралы пәтуа шығарамыз. Құранда ақиқат біреу, ал қалғаны адасу деп жазылған, деді Абдуллаев. Айта кетсек, Дағыстан басшысы Сергей Меликов Махачкала мен Дербенттегі терактіден кейін 2 күн өткенде осындай киімге тыйым салу қауіпсіздік мақсатында керегін айтқан. Себебі шабуыл жасағандардың бірінен осы никап киімі табылған. Тергеу нұсқасына сенсек, ол осы киіммен қашуды жоспарлапты. Республика басшысы мұндай киім түрі Кавказ халықтарына жат екенін айтқан. Және бұл киім ішінде ер адамдар тыйым салынған зат алып жүруі мүмкін екен. Ал бұл ұсынысты тергеу комитетінің төрағасы Александр Бастрыкин қолдап отыр. Никап дегеніміз хиджабтың үстінен киілетін киім, және ол тек көзді ашық қалдырады. Кейде тіпті көздің өзі көрінбеу үшін торлап қоятын түрлері бар. Ол көбіне Пәкістанда, Сауд Арабиясында және Паршығанағы елдерінде дәстүрлі киім саналады. Маңызды ақпараттар әшкере Телеграм арнасында сілтеме профилде.